Так, мынандай есеп. Трапецияның ауданы. Трапецияның ауданы. Бірінші есеп. Y тең x квадрат, y тең 3x қосу 4 функциялардың графиктерімен шектелген фигураның ауданын тап дейді. Бұның тапсырмасы S аудан. Так, y тең x квадраттың графигі бізде парабола болады. Көк түсті парабола. Ал y тең 3x қосу 4-тің графигі түзу болады. Ол қызыл түзу. Түсінікті ғой, иә? Мынау бізде міне. Мынау бізде y тең 3x қосу 4-тің графигі. Міне, ординатаны 4-тен қиып өтеді. Ал абсциссаны минус 4 бөлінген 3. Ол міне мына нүкте. Мына жер міне. Ол қызыл. Сызықтық функцияның графигі түзу болады. Y тең x квадрат ол бізде парабола. Міне, екі функцияның графигімен шектелген фигураның ауданын тап десе, бізге, значит, міне, мына фигураның ауданы керек. Мына жер керек. Осы жер. Так, қисық сызықты трапецияның ауданының формуласы, немесе қисық сызықты трапецияның ауданы, ол бізде анықталған интеграл А мен Б аралығында. F от x dx. Ал анықталған интегралдың А мен Б аралығында мәнін табатын формула, ол бізде Ньютон-Лейбниц формуласы. F от B минус F от A. Міне, мына формуланы Ньютон-Лейбниц формуласы дейді. Ал мынау анықталған интеграл. Бізге әуелі интегралдау шектер керек. Демек, біз екі функцияны теңестіреміз. X квадратты теңестіреміз 3x қосу 4. Бізде графикте көрініп тұр ол негізі міне. А дегеніміз ол бізде мына жердегі нүкте болады. Примерно мынау болады. А бізде. Бірақ ол нешеге тең екені белгісіз болып тұр мына жерде. Ал Б бізде міне қиылыс нүктесі, міне қиылыс нүктесі. Б ол бізде 4-ке тең болып тұр. Бірақ бізде график бермейді ғой. Сондықтан да біз міне екі функцияны теңестіреміз. Функциялардың графиктерінің қиылысу нүктесін табу үшін біз функцияларды теңестіреміз. Міне y тең f от x функциясы берілсе, y тең фи от x функциясы берілсе, және бұлай десе, координаталық жазықтықта бұл функциялардың графиктерінің қиылысу нүктесін тап десе, міне мынау f от x-тің графигі болса, мынау y тең фи от x-тің графигі болса, міне графиктерінің қиылысу нүктесі. Оның абсциссасы міне x0 болсын. Ординатасы y0 болсын. Біз сол x0-ді табу үшін f от x-ті фи от x-ке теңестіруіміз керек. Теңестірдік, енді бұл теңдеуді шығарамыз. Енді логиканың заңы. Егерде А Б-ға тең болса, онда айырмалары 0-ге тең болып кетеді. Мынау бізде А, мынау бізде Б. Демек, x квадрат минус 3x плюс 4 0-ге тең болу керек. Бұл енді осылай жазылу керек. Енді осындай бұлай істеп атпау үшін ОБТ-да енді уақыт аз болады. Біз бұны бұлай дейміз. 3x-тің алдында таңба жоқ, значит плюс тұр дейміз. Оны біз сол жаққа жібереміз. Ол плюс минуспен барады. 4-тің алдында плюс тұр, ол сол жаққа минуспен барады. Оң жақта ештеңе қалмайды, яғни 0. Болды. Так, мынау 9, 9-ға 16-ны қосқанда 25, дискриминанты 25, ол бізде 5-тің квадраты. x1. Так, 3 минус 5 минус 2, минус 2-ні 2-ке бөлгенде минус 1. Оказывается, А бізде минус 1-ге тең екен. Б 4-ке тең. 5, 3 қосу 5, 8, 8 2-ке бөлгенде 4. Вот А мен Б табылды. Ойбай.
Мен жеріне жаз қойдым, b тең 4 деп, x2 ғой. x2 4-ке тең. Демек, интегралдау шектері мынаны алып тастайық, бізге қазір шатастырады. Өйткені бізде мына жерде a мен b-ның қызметтері мүлдем басқаша. Интегралдау шектері a минус 1-ге тең, b 4-ке тең. Аудан табамыз. Минус 1-ден 4-ке дейін. Енді қалай істейміз біз? Осы трапецияны жоғары жақтан шектеп тұрған функциясын, жоғары жақтан шектеп тұрған графикті беретін функциядан, яғни 3x қосу 4-тен, астың жағынан шектеп тұрған графикті беріп тұрған функцияны азайтамыз. X квадратта. dx. Все, алғашқысын табамыз. 3-ті қалдырамыз, тиіспейміз, тұра береді. X-ның алғашқысы x квадрат бөлінген 2. 4x-тің алғашқы функциясы 4x, мынау x куб бөлінген 3-ке. Интегралдау шектері минус 1-ден 4-ке дейін. Әуелі f от b есептеледі. Үсті есептеледі. Үсті. Так, 4-тің квадратты 16, 16-ны 3-ке өткенде. Короче, 4-тің квадраты 16, 16-ны 2-ке бөлгенде 8, 3-де 8, 24. Иә, дұрыс. Так, 4-ке 4, 16. И 4-тің кубы 64 бөлінген 3. Мынау бізде f от b. Минус 1-дің квадраты 1, 1 бөлінген 2 ол 1,5. Минус 4. Мынау минус плюс бөледі 3-тен 1. Мынау бізде f от a. Так, тең болады. Мынау бізде 0, 3, 40. Так, мынау плюс 4, еще 44 болады. Да, сразу 44 деп жазайын. Минус 1,5. И минус, так, мынау минус береді, я минус 65, да? Минус 65. 65 бөлінген 3, блин, беспонтовый сан, жарайды. Так, 44-тен азайтамыз нешені? 1,5-ті. Я? 5, мына жерде 3 қалды, 2, 42,5. 42,5 минус, так, мынаны чо бізде? Мынау араласынға ондық бөлшек айналмайды. Придется бүтін бөлігін айыруға, я? Жарайды. Или мынаны былай жазайық. Громоздкие вычисления. Жарайды. 42,5, да? Что такое 42,5? 42 бөлінген ол бізде 42,5, да? Ой, 42,5. Ол значит бізде 42,5 2-ден 5-ке қысқартамыз, 2-ден 1. Так, а мында бізде 60-ты 3-ке бөлеміз қанша бізде? 60-ты 3-ке бөлеміз 21. 21, 3, 23, 63, еще 2. Вот так вот. Так, ну, 42-ден 21-ді азайтамыз, ол бізде қанша? 21 ғой. 21. Мында 6-ға 3-ке бөлеміз, ол бізде 6, да? Мында 3, мында қанша бізде 2, да? Ох, ешкі, мында 4, мында бұлай болып кетті ғой. Мұнан 3, мында 4 болып кетті, да? 3-тен 4 алғанда теріс сан болады. Значит, мы жерде бүйтейік. Здесь былай істейік онда. Мында 42-ның 1 бүтін береміз. 42-ның 1 бүтін береміз, да? 41 бүтін. Мына жерде 1 бүтін болады. 2-ні 1-ге өткенде 2, оған 1-ді қосқанда 3 болады. То есть здесь мына жерде 3 болады. Все. Так, 41-ден 21-ді аламыз, ол бізде 20 болады. А теперь все нормально. Здесь 6 будет. Шестерка. Мында 6-ны 3-ке бөлген, 6-ны 2-ке бөлгенде 3. 20 бүтін 3-тен 1 болады. 20 бүтін жоқ, 6-тан 5 болады. 9-дан 4-ті аламыз. 20 бүтін 6-тан 5.
Иә. 20 бүтін. Все, есеп шықты. Дальше. Келесі есеп. Так, келесі есеп кішкене не жұмысы көп. Так, мына жерде былай міне. Мына жерде y тең 4 бөлінген, мынау 4 бөлінген x квадрат деген сөз. Y тең 4 бөлінген x квадрат. Оның графигі мына көк гиперболада. X тең 1 деген ол міне тұр бізде. Міне. X тең 1-дің графигі ол бізде түзу болады. X абсцисsaның бойынан 1 деген нүктені тауып аламыз да, ординатқа параллель жүргіземіз. X тең 1 ол міне мына түзу болады. Так, ну, а y тең x минус 1-дің графигі ол міне мына қызыл түзу. Қызыл түзу. Значит, мынау бізде y тең x минус 1. Так, а мынау бізде y тең 4 бөлінген x квадрат. Так, бізге қараңыздар. Егерде міне мынау болмаса, иә? Так, онда біз нені табушы едік? Онда жоқ, мынау болу керек. Так. Жоқ, мынаны түгел болу керек. Да, все должны быть. Біреуін алып тастасақ, онда ана жерде толымсыз болып кетеді. Короче, бізге керек міне мына жер балалар, қараңдар. Міне. Мына жер бізге керек. Видите? Осы жердің ауданын табу керек. Так, бұны аудан табу үшін мен бірінші былай істеймін міне. Негізі былай болу керек міне. Өзі сол немен мына жер 2, короче, міне 1-ге тең болып тұр, иә? Б 2-ге тең болып тұр. Так, ну бірінші біз нені табуымыз керек? Мынаның өзі міне А не Б болады. X тең қандай да бір санға тең болса, теңестіреміз ба? Я теңестіреміз. Мынамен теңестіреміз. То есть 4 бөлінген x квадратты теңестіреміз біз x минус 1-ге. Міне мына нүктені табу үшін. Көрдіңдер ме? Өйткені көк пен қызыл қиылысу керек. Ал мына x тең дегенде ол өзі не А, не Б болып тұрады өзі. Түсінікті ғой, иә? Қайсы А, қайсы Б болатынын соны ғана анықтауымыз керек біз. Так, мұнда x квадратқа көбейтеміз. 4 тең x куб минус x квадрат болады бізде. Үшінші дәрежелі теңдеу шығып кетеді. Жарайды енді. Шығару керек. Тең 0. Так, мұндай теңдеуді қалай шығарады? Мына бос мүшеге қарайды. Бос мүшенің бөлгіштерін аламыз. 4 4-ке бөлінеді, 1-ге бөлінеді, 2-ке бөлінеді. 2-ні қойып көреміз. 2 кубы минус 2-нің квадраты минус 4. 2-нің кубы 8, 2-нің квадраты 4, минус 4. 8-ден 4 алғанда 4, 4-ден 4 алғанда 0. Дұрыс шығып тұр. Көріп отырсыңдар ма? Егер мына теңдеудің түбірлері бүтін сан болатын болса, онда мына сол түбірлердің біреуі мына соңғы бос мүшенің бөлгіштерінің біреуі болуы мүмкін. Все. Енді міне мынандай теорема бар. Егер P от X дегеніміз қандай да бір жоғары дәрежелі полином болса, көп мүше болса, xn минус 1, плюс тағы да ең соңғысы axn, және қандай да бір альфа деген сан осы теңдеудің түбірі болса, 0 болса, P альфа да 0-ге тең болса, мына x-тардың орнына альфа деген санды қойғанда, мына көп мүшенің мәні 0-ге тең болса, онда P от X қалдықсыз бөлінеді x минус альфаға. Бізде альфа міне 2 болып тұр. Значит, x куб минус x квадрат минус 4 бізде x минус 2-ке бұрыштап бөлінеді. Бірінші x квадраттан береміз. X куб. Мына жерде 4x квадрат болады. Так, мына жерде плюс, мына жерде минус болады. Мына жерде минус, содан кейін плюс болады. Мына екеуі қысқарады. Мынау 3x квадрат минус 4 болады. Енді біз неден құтыламыз? Енді біз 3x квадраттан құтылуымыз керек. Яғни мен плюс 3x-тен берем. 3x квадрат, мына жерде минус плюс 6x болады. Так, мына жерде. Так, мына екеуі қысқарады. 6x минус 4. Да? Аха. 3x, 6x, 3x, да. Так, енді 6x-тен құтылуымыз керек, иә? 6-дан береміз, правильно? 6x, так.
Что не так пошло? А, мына жерде 2х квадрат екен ғой, блин. А что мен 4 деп қойдым, блин. Мына жерде 2х квадрат қой. X мынаны 2х квадрат. Бәсе? 2х квадрат. Міне деймін, x квадрат 2-ке өткенде 2х квадрат. Азайтқан кезде Иә, x иә. квадрат минус 4, да? Так, енді плюс x-тен берем просто. Мына жерде 2х болады, мына жерде x квадрат болады. Плюс, минус, мына жерде минус, плюс болады. Мынау қысқарады. Мында 2х минус 4 болады. Так, ну плюс 2-ден берем енді. 2, Иә. 2-ні 2-ден 4, 2-ні 2х. Мына жерде минус, мында минус, плюс болады. Ну все, мынаның түгел қысқарады, 0 болады. Значит, Мгм. қараңдар. Куб минус x квадрат плюс минус 4-ті. Минус 4-ті былай жазаламын мен. X минус 2 көбейтілген x квадрат плюс x плюс 2 деймін. Да? Мынау түгел 0-ге тең болса, значит, не мынау 0-ге тең болу керек. Мынау ешқашан 0-ге тең болмайды, бұның дискриминанты 0-ден кіші. Вот и все. Шықты 2-де. Ну, бұл жай енді сендерде болашақта, что мұндай нәрсені білгенде, институтқа барғанда, құдай қаласа оқуға түскеннен кейін, оны білу керек. Так, все. Таптық. Значит, а бізде нешеге тең? А бізде 0-ға 1-ге тең. Міне. Жаңа айттық қой, міне, x. 1. Міне, мынаның өзі бізде а болып қалады. Бірінші тұр өйткені ол. Ал b бізде 2-ге тең болады. А 1-ге тең болады, b 2-ге тең болады. Все, s тең интеграл 1-ден 2-ге дейін. Так, енді жоғарыдан шектеп тұрған функциядан астың жағынан шектеп тұрған функцияны азайтуымыз керек, я? Бірақ мен бұл жерде былай істей салам, балалар, қараңдар. Мен мына трапециядан, видите, да? Мына тікбұрышты үшбұрыштың ауданын азайтатын болсам, сонда маған осы сарының ауданы шығады. Жарайды, енді істей салайық. Жоғарыдан шектеп тұрған ол көк, жоғарыдан көк тұр бізде. Көріп отырсыңдар ма міне? Жоғары көкпен шектеліп тұр. Астың жағын қызылмен шектеліп тұр. Значит, жоғары көктікі ол бізде 4 бөлінген x квадрат минус x минус 1 dx. Все. Так, 4. Так, енді мынандай функция міне. Қараңдар, егерде f от x бізде k бөлінген xn болса, оның алғашқысы, немесе интегралы да, минус, так, мына бізде минус n плюс 1, минус n плюс 1 ғой, на самом деле. Дұрыс па? Так, минусты шығарамыз. Мына жерде минусты шығарамыз. Ол минус мына жерге келеді. Так, мынау k өз орнында қала береді. Так, мынау. Мынау бізде болады n минус 1 болады. Мына жерде x n минус 1. Аха, осылай болады. Міне, формуласы, дайын формула сендерге. То есть, былай міне сендерге интеграл k бөлінген x n деген берілсе, dx, ол сіздерде былай табылады. K қала береді. Мына жерде минус болады. n минус 1, x n минус 1 плюс c. Все. Так, бізде n 2-ге тең, 2-ден 1-ді алған кезде 1, 4 қалады. X қалады. Мына жерде n-ден 1-ді алғанда, 2-ден 1-ді алғанда 1, минус 4 бөлінген x қана болады. Иә, ол x минус 1 дәрежеде, минус 1, минус 1, минус 2. Дұрыс, минус 2, ол и 1 бөлінген x квадрат болып шығады. Совершенно верно. И минус 1 алдына түседі, плюс айналады. Все верно. Так, мына жерде жақшаны ашқан кезде минус x болады, плюс 1 болады. Дұрыс па міне? Мына интеграл, былай ғой міне. 1-ден 4. 4 бөлінген x квадрат минус x плюс 1 болады. dx. Так, сонда мынаның алғашқысы ол 4 бөлінген x, мынанікі минус x квадрат бөлінген 2, а мынау x болады жай ғана. Все, енді 1-ден 4-ке дейін. 1-ден 4-ке дейін есептейміз. 1-ден 4-ке дейін есептейміз. Так, әуелі 4 қоямыз, е? Мына жерге 4 қоямыз. Минус 1 болады. 4-тің квадраты 2.
2'ні 2'ге бөлгенде 2 и плюс 4. Ну, прекрасно, где-то хорошее число пока. И f от a. Бірді қойғанда минус 4 минус 0,5 и қосу 1. Мынау бізде f от a. Анау f от b, мынау f от a. Все, мәнін есептейміз. Енді мына жерде что тут считать? Минус 3 қосу 4, ол бізде 1 болады, да? Мына жерде минус 3 и минус 0,5. Минус 3,5, да? Так, Да. это что-то неверно, потому что бізде минуспен шығайын деп тұр. Минуспен шығайын деп тұр, ал бізде минуспен шықпау керек. Біздің трапециямыз өйткені жоғары тұр ғой. Жоғары, выше расположен. Первым 3 будет, второе. Так. Поле дұрыс қой, да? Минус x квадрат плюс 1. Так, поле дұрыс вроде. Первым 4 1 минус 1. плюс 4 квадрат 16, 16 2'ге бөлгенде 8 ғой, блин. Вот, міне, осы қателеспейді. 8 ғой. Міне, 4 квадраты 16, 16 2'ге бөлгенде қанша бізде? 8. 8. Понятно, да? Вот. Минус 5 тогда? Да, минус 5, да? Мгм. Минус 5. Так, здесь что у нас? Здесь тоже будет минус и қазір плюс болады. Дұрыс па? Мына жерде не шықты бізде? Минус 3,5 қой, плюс 3,5, да? Я. Все равно минусом выходит, что ли? Почему так? Что на жерде с Блин, плюсом же будет? блин, что не подсказываете мне? Б 2'ге тең ғой, міне тұр ғой. Какой черта я 2 деп алып тұрмын оны? Ай, яки. Ұлдар? Б 2'ге тең ғой деймін. Б 2'ге тең, 4 емес. Поняли, да, неге минус 5 шығу керек? Интеграл минус болып шықса, біздің трапециямыз қалай тұр деген сөз? Абсциссан қалай тұр деген сөз? Төмен тұр. Поняли, да? А бізде абсциссадан жоғары трапеция. Абсцисса трапециядан жоғары тұр ғой. Он никак не может быть төмен. Все, давайте быстро завяжем. Так, 2'ның квадраты 4, да? Блин, минус 1 болады. Ау. 1 болады. Да. 4 бөлінген 4. Есептеп отырсам уже? Минус 4 Мгм. бөлінген минус x Минус квадрат P. бөлінген 2 плюс x, да? Бірден 2'ге Что дейін, там? давай. Минус. Мынау минус 2, 2'ның квадраты 4 2'ге бөлгенде минус 2 и плюс 2, да? Мынау f от b. Минус, енді бізде 1'ді қойған кезде минус 4, Не понял. 0,5 қосу 1. Мынау бізде f от a. Яки. Картаяның белгісі. Так, ну что тут? Мынау қысқарады, минус 2. Дұрыс па? Мынау минус 3. А что? Дұрыс, минус 3. Мынау минус 3,5. 3,5. 3,5, да? 1,5 шығар. Правильно? Мгм. Вот мне мынау более правдоподобно. Бірлік квадраттары. Или квадрат бірліктері. Квадрат бірліктері. Міне. Так, все, давайте. Келесі есеп. Замешкались, блин. Так, теңсіздіктер. Көрсеткіш теңсіздіктер. Так, біріншісі. Так, давайте мынадан бастайық бірінші. Үшіншісінен. 105'тен. Давайте. Мгм. Так, бұны былай жазамын. 5 2x көбейтілген 5. Понятно, да? Үлкен 5x қосу 4. Так, мына жерде енді былай жазамын. 5x. Мынау көбейтіліп тұр ғой, на самом деле. Сосын 2'ні былай сыртына жаза беруге болады. Көбейтілген 5. 5x тан жаққа минуспен жіберем. 5x плюс 4'ті де минуспен жіберем. Мынау таңба қалай тұр, солай қалады. Так, енді мен 5x'ті 5x. қосап қоям, ол маған әлі керек, да? Бізде не шығады сонда? Мгм. 5t квадрат минус t, да? Минус t Без t квадрат. минус Минус 4, t минус 4. да?
Так, ну тут что будет у нас? Дискриминант будет. Минус 1 квадраты Дискриминант. плюс. Так, 5 жерде 4-ні 20, 80 1, ол бізде 9 квадраты и x t1 мен t2-ні табамын, да? 81 9 болады. Минус плюс 9 бөлінген 10-ға, правильно? Иә. Так, Біріншісі 1, минус 8 и 10. екіншісі 4 и 5 и 10 и 1, правильно? 5-тен Так, 4, минус 5-тен 4. я минус 5-тен 4 и 1. Дұрыс па? Минус плюс плюс. Так, біздікі 0-ден үлкен, значит плюс аралығы. Мына жақ и мына жақ. Т мынадан кіші болу керек. Раз. И Т мынадан үлкен болу керек. 2. Так, бірінші жағдайды қарастырамын. Т-нің орнына, Т кіші бізде минус 4-тен 5. Так, Т-нің орнына нені қоямын? 5х-ті қоямын. Немесе 5х кіші минус 4-тен 5. Бұның шешімі болмайды. Өйткені мынау бізде көрсеткіш функция, оның графигімен былай кетеді. Y-тен 5х-тің графигі. А минус 4-тен 5-тен минус 0,8, ол мына жерде. Көріп отырсыңдар ма? То есть, мынау ешқашан қимайды, ешқашан. X-тің орнына қандай сан қойсаң да, бұл мына минус 0,8-ден кіші болмайды ешқашан. Понятно? Иә. Так. Екінші жағдай. Т үлкен болу керек 1-ден. Мына Т үлкен болу керек 1-ден. Немесе Т-нің орнына 5х-ті қоямын. 5х үлкен болу керек 1-ден. Немесе 5х 1 деген былай. 5-тің мына жермен тең деп бара жатыр. Так, единица выражение. 5-тің 0 дәрежесі болу. Так, мына жерде негіздері 1-ден үлкен, значит x 0-ден үлкен болу керек. А егер де былай болса, 0,5х үлкен 0,5 0 дәрежеде десең, онда былай x мынау негізі дәреженің негізі 0-ден үлкен 1-ден кіші болғандықтан мына таңбасы өзгеріп кетеді. Онда 0-ден кіші болып кетеді. Поняли? Иә. Вот осындай нәрсені ескеріңдер. Осыны өзгертпей қойдыңдар ма, все, қате шешім шығады. Забыли. Все, мынау шешімі. Так, енді мен былай деуімге болады. X 0-ден үлкен ғой, дұрыс па? Ең кіші бүтін шешімін тап деп, да? Ең кіші бүтін шешімі ол бізде қандай болады? 1 болады, конечно. 1-ден кіші сан жоқ. Понятно? Иә. Ага, прекрасно. Так. Біріншісін шығарып көрейік. Вид у него сложный. То есть не то, что сложно, страшно. X логарифм квадрат x минус 3 lgx плюс 1 үлкен 1000-нан. Так, бұны былай істеймін. Теңсіздіктің оң жағында, сол жағында негізі x-ке тең болатын логарифмнің дәрежесі, логарифмнің таңбасын аламын. Немесе міне сол жақтағы өрнекті және оң жақтағы өрнекті негізі x-ке тең болатын логарифмнің аргументтері ретінде аламын. А мынаны 10-ның кубыдан. Так, енді міне қараңдар, мынау менде p деген сияқты болып тұр. Логарифмнің қасиеті бар емес пе? Логарифм a, b, p дәрежеде болса, p алдына түседі де, мынау логарифм a, b болады. Көріп отырсыңдар ма? Иә. То есть, мына қытылдақ бөлі, мына дөкей тұрған өрнек, мына жерге мынаның алдына келіп былай тұра қалады, мына бөлі. Көріп отырсыңдар ма? Мына келіп мына. Ал мына логарифм, қараңдар, мына логарифмнің өзі x-тан x ол нешеге тең болып кетеді? 1-ге тең болып болады, иә? Өйткені логарифм a ол бізде 1-ге тең. Ал логарифм a1 ол нешеге тең? 0-ге. Түсінікті ғой, иә? Вот. Енді былай шығады міне. Ондық логарифмнің квадраты минус 3 ондық логарифм x қосу 1 үлкен. Мына 3 енді міне, мына 3 логарифмнің алдына лақтыра салуға болады. Мынау менде былай логарифм x 10 болып қалады. Да? Енді мына қасиетті қолданамын.
жаңа негіздерін ауыстыру. Логарифм а б, негізі а-ға тең болатын б санының логарифмін былай деп жазуға болады. Енді негізі б-ға тең болатын Логарифм b. орындарын ауыстырамын. Понятно, да? Yeah. Значит, жарайды мына қайдан жазайыншы. Логарифм 2х минус 3 логарифм х қосу 1 үлкен мынау. Міне 3 көбейту 1. Мынау уже LGX болып кетеді. Өйткені 10 x-тің орнына барады, 10-ның орнына x барады. Понятно? Міне мына жерде былай болып кетеді. Міне. Мына 10 x-тің орнына келеді, ал 10-ның орнына x барады. Бірақ оны уже сен міне былай жазасың. Түсінікті ме? Yeah. Так, все. Енді мына жерде жаңа негізге көш. Жаңа негіз без. LGX-ті t деп аламын. Так, тездетейік. Так, t квадрат минус 3t қосу 1 үлкен. Мына 3-ті мына 1-ге бөліп саламын. 3 бөлінген t болады. Так, ну, мына не істеймін? Мына қараңдар енді. Бұны былай шығарасыздар. t квадрат минус 3t қосу 1 минус 3t. Мынау қалай тұр? Таңба солай қалай береді. 0-ден үлкен. Так, барлығын t-а көбейтемін, иә? t-а көбейткенде негізі ортақ бөлімге келтіремін. Сонда мынау t квадратқа t-а көбейткенде t куб болады. Минус 3t квадрат болады. t минус 3 еще бөлімінде t болады менде. Осылай ғана жазасыңдар. Түсінікті? Так, мұны енді алымын бөліміне көбейте саламыз. t куб. Так, мына жерде қараңдар міне. Мына жерде t квадратты жақшаның сыртына шығарамыз сразу. Міне, көріп тұрсыңдар ма? Мына t квадратты жақшаның сыртына шығарамыз. t квадрат, сонда t минус 3 болады. А мына жерде плюс t минус 3 болып тұр. Бұлай міне. Видите, да? И 0-ден үлкен. Так, мына жерде t минус 3-ті тағы да жақшаның сыртына шығарам, сонда менде болады t минус 3, мына жерде t квадрат қосу 1 қалады. t квадрат қосу 1, 0-ден үлкен. Так, бұны енді интервал әдісімен шығарамын. Әрқайсы мынаның өзі 0-ге тең болады, мынау 0-ге тең болады, мынау ешқашан 0-ге тең болмайды. Өйткені квадрат қосу 1. Мынау 0 и 3 қана болады менде сонда. 0 и 3. То есть мынау t минус 3 0-ге тең болады, t-ның орнына 3-ті қойғанда. Так, енді 0 минус 1-ді аламын. Минус 1-ді аламын, иә? Мына жерде қоямын. Қанша уақытымыз қалды бізде үлгеруіміз керек. Так, минус аламын. Мына минус мынау всегда плюс болады. Минус плюс береді, мынау плюс береді. Мына жерде 1-ді аламын. Плюс, мынау 1-ді алған кезде міне плюс, мынау минус, мынау всегда плюс болады. Минус болады. Так, мына жерде нені аламын мен? 4-ті аламын. Плюс түгел плюс болады. Так, біздікі 0-дан үлкен, иә? Біздікі 0-дан үлкен, ол значит бізде плюс аралығы. Иә? 0-дан үлкен аралығы. Мынау болу керек и мынау болу керек. Дұрыс па? Так, значит, қараңдар. Т бізде немене болу керек? Т бізде 0-ден кіші болу керек, а мына жерде Т 3-тен үлкен болу керек. Так, есімізге түсірейік. Т дегеніміз LGX. Так, орнына қоямыз, иә? Мына жерлерді өшірейін мен. Так, ну, бірінші жағдай деймін. LGX 0-ден кіші, да? Так, есімізге түсірейік. Теріс сан рифмі болмайды. X, значит, всегда 0-ден үлкен болу керек. X қалады. Мынау таңба өзгермейді, негізі 10. 10-ды 0 дәрежеге аламыз, ол бізде 1. Все. 0 и 1, да? Так, X 0-ден үлкен мына жаққа қарай кетеді. X 1-ден кіші мына жаққа қарай кетеді. Так, 0 мен 1-дің аралығы міне 1 шешім табылды. Енді екінші жағдайды қарастырамыз, да? Екінші жағдайды қарастырамыз. Бізде LGX міне 3-тен үлкен. Теріс санның логарифмі болмайды. Мынау таңбасы өзгермейді. 10 үшінші дәрежеде ол бізде нешеге 1000-ға болады. Дұрыс па? 1000. Екінші шешімі 0 и 1000, да? 0-ден үлкен ол мына жаққа қарай кетеді, 1000-дан үлкен ол мына жаққа қарай кетеді. Сонда 1000-дан нешеге дейін? Плюс шексіздікке дейін. Правильно? Ага. Все. Жауабы
x тиісті не 0-ден 1-ге дейін 0-ден 1-ге дейін бірігу ой 3 деп отырмын мыңнан плюс шексіздікке дейін то есть 10-ның кубынан плюс шексіздікке дейін 0 мен 1-дің арасында бүтін сан жоқ, значит мен былай деймін ең кіші бүтін шешімді тап деймін. Ол 1001. Согласны? Yeah. Я 0 мен 1-дің не? 0 мен 1-дің арасында бүтін сан жоқ. Дұрыс па? Yeah. Ал 1000-дан кейінгі бүтін сан 1000-дан плюс шексіздікке дейін. 1000-дан кейінгі бүтін сан қандай ол бізде? 1001. Yeah. Болды. Есеп тамаша. Қанша уақытымыз қалды? Так. Жарайды бас. Так. 2х қосу 2 минус 2х қосу 1 қосу 2х минус 1 2х минус 2 кіші немесе тең 9-дан. Так, бұны 2х көбейту 4 деймін, өйткені 2х көбейтілген 2-ның квадрат деп жаза аламын ғой. Білесіңдер, иә? Так, минус 2х көбейтілген 2 плюс мына жерде 2х бөлінген 2, өйткені 2-ның бір дәрежесі, минус 2х бөлінген 2-ның квадраты 4 болады. Да? 4 болады. Кіші немесе тең 9. Так, мұнда бізде немене? Мынандайдың 4-еуінен 2-еуін алғанда 2-еу ғана қалады. 2 көбейтілген 2х. Так, мұн жерде енді ортақ бөлімге келтірем, я? 4-ті 2-ке бөлгенде 2 бөлгеніміз. Да? Мұнда, я, так, плюс 4х минус 2х. Да? Правильно? Так, ну, 4-ті 2-ке көбейтем 8, оған 1-ді қосам 9. 9 2х бөлінген 4 кіші немесе 9-дан, да? Так, 9 мен 9 қарады, бізде қалады 2х бөлінген 4 кіші 1-ден. Кіші немесе тең. Енді 2 жағын 4-ке көбейту беруге болады, өйткені 4-тен 10 сан ғой. 2х кіші немесе 4-ден. Отсюда яки. 2х кіші немесе тең 2. Кіші немесе тең 2. Х немесе тең 2-ден. Все. Понятно? Yeah. 2, 2-ның өзі кіреді. Так, 2-ден кіші. Так, не деуге болады? Ең кіші бүтін шешімін тап, ол 2-ның өзі болады енді. Дұрыс па? Болды, я басқа ештеңе де бар. Я ұзақ түрі қорқынышты болғанмен, оңай шығатын есеп екен, сонда күрделі емес. Так, времени остается? Все уже, кажется. Да? Қазір екінші 40 минут же, да? Да. Да, Так. уже минута осталось. Минута, успеем минутада. Так, мына есептер мынандай, анықталу облысын тап деді. Иә? 1 бөлінген синус 4х қосу косинус 4х. Так, алгебралық бөлшекті функция берілсе бізде, ну, былай дейік міне, иә? Қандайды бір фи от х бөлінген g от х